Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге Ифрит киносының екінші бөлімін қысқаша ғана айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Үйленгелі жатқан Азат дейтін жігіт түнде болашақ жарын үйге әкеледі. Барлығы қуанып, орамал тағып, жастарға бақыт тілеп ішке кіргізеді. Дастархан басында әңгіме дүкен құрып отырғанда Азаттың өңі өзгеріп, өзін жайсыз сезінеді. Адамдардың әр сөздері, жеген тамақтары мен ішкен шайлары оған қатты болып естіліп, тынысы тарылып жатқандай болады. Сол кезде ол біреуді көргенде жалт қарап, көздері бақырайып, одан назарын алмайды. Азат не болды деп оның ойы ауады. Терлеп тепшіп, жаман болған ол орнына тұрып кетіп, сыртта құсып алады. Бетін жуып тұрғанда қораның есігі өздігінен ашылып, іштен Азат деген сыбырлағандай дауыс естіледі. Үрейленген жігіт қораға кіріп, қасындағы қойманың жарығын қосса, ол жанбайды. Кім барын білгісі кеп, ақырындап жақындай береді. Ешкімді таппаған соң кететін кезде бір жәшік құлап, шошыған жігіт заттарды жинастырады. Ал имам некелерін қию үшін Азатты күтіп, келмеген соң досын шақырып келуге жібереді. Ол сыртқа шығып, оны іздеп телефонына қоңырау шалады. Телефонның музыкасы қоймадан естіліп, сол жаққа кіріп, Азат сені күтіп жатыр деп досын түрткенде, аузы қан, бет жүзі көгеріп кетіпті. Оған жын кіргенін түсінеміз. Сонымен Сейіт имамның кадрдан тыс дауысы естіліп, біздің әлемнен бөлек жын шайтандардың әлемі бар. Олар біздің арамызда жүреді, бірақ адамдар оларды көрмейді. Олардың арасында ібліске қызмет қылған ең күшті және қорқынышты жындар бар. Ол Ифрит деп айтады. Түрмеде біреуге жын кіріп, іштегілер шулап көмекке шақырады. Түрмедегі қызметшілер Сейітті шақыртып, ол Құраннан аяттар оқып, жігіттегі жынды шығарады. Содан азанда тұрып, таң намазын оқып алып, жаттығуын жасап, діни ұстаз болған ол сабағына келеді. Шәкірттерге өзінің дәрісін өткізіп кететін кезде, екі қыз амандасып, Сейіт сіз ба деп сұрап, құрбылары Аянаға көмек беріңізші деп келіпті. Ол әр нәрседен шошынып, жын кіріп кетті ма деп ойлайды. Дәрігерге де апарып көргендерін, не істерімізді де білмей қалдық дейді. Сонда имам Аянаның ата-анасының бауырларының жоқтығын біліп, шариғат бойынша жалғыз қыздың үйіне баруға рұқсат жоқ деп жеткізеді. Орталық мешітке алып келіңіздер десе, қыздар ол келуден бас тартатынын айтып, соңғы кездері өлкім кеп жатыр деп айтты деп, Сейітті үйге баруға көндіріп алады. Үйге кеп лифтпен көтерілетін кезде оның есігі жабылмай қалады. Қайта-қайта басқанымен есік сол күйі жабылмай, бірдеңе түсінген Сейіт нешінші пәтер деп сұрап, кілтті алып жоғарыға қарай жүгіреді. Тездетіп пәтерді ашып, Аянаны қыздар іздеп, оның жуынатын бөлмеде екенін көреді. Ол бірден аузына дәрілерді тықпалайды. Сейіт жылдам оны құстыртып, кейін жедел жәрдем шақырады. Дәрігер қарап болған соң дәрі-дәрмектерін жазып кетеді. Сөйтіп Аянаға бұл Сейіт молда деп таныстырып, қай жерің ауырып жатыр, оған айтып берші, ол саған жәрдем береді деп сұрайды. Қорқып қалған қыз бір айдай боп қалды. Түсімде шошып оянатын болдым деп айта бастайды. Ата-анам мен туыстарымды түсімде көп көре бастадым. Бір жолы әкесін түсінде көріп, оны шақырса, әкесі кері бұрылып, ғимараттың ішіне кіріп кетеді. Артынан іздеп шақырып қалмайды Аяна. Бір бөлмеге кіргенін байқап, сол жерге келсе, әкесі болмай, ол сыртта тұр екен. Әке деп терезені ұрып оны шақырады, бірақ әкесі тағы бұрылып кетеді. Терезені ұрып оны ашады. Сөйтсе өзінің пәтерінде оянып, өз терезелерін ашқан екен. Есін жиған қыз терезені жауып, таң атқанша ұйықтай алмапты. Құрбыларымен жұмысқа кеп, тігіншілікпен айналысатын олар өз істеріне кіріседі. Осылай жұмыс күні аяқталып, ол болса өз тірліктерін істеу үшін жұмыста қалады. Маталарды өлшеп кесіп, көйлек тіге бастайды. Сөйтіп байқаусызда қолын инемен тесіп алады. Оны жуып шайып жатқанда тігін машинаның істеп жатқан дауысы естіледі. Жүрексінген қыз ақырындап кабинетке келіп, кім ол дегендей жақындап, ешкімнің жоқтығын көріп, машинаны өшіреді. Қолын матамен байлап жатып, артындағы манекен қимылдайды. Бір қарап қойып, ары қарай жұмысын істемекші болғанда,
Сол күннен бастап әлсіз боп, ұйқым нашарлап, үстімде біреу отырғандай желкем тырысады деп айтып береді. Бір күні үйде жалғыз қалып, ваннаны дайындап, суға түсіп, демалып жатқанда үйге біреу келгендей болады. Құрбысы Нұрзат келді деп ойлап, ваннаның есігін жауып қойшы дегенде есікті жабады. Сол кезде телефонға Нұрзаттан "мен енді шықтым" деген хат келеді. Соны оқыған Аяна онда үйдегі кім деп қорқа бастап, тез киініп, қайшына алып, жайлап есікті ашады. Кім ол дегендей бөлмелерге назарын салып тұрғанда, телефоны шырылдайды. Нұрзат екен. "Дүкенге келдім, бірдеңе алайын ба" десе, "жоқ" дейді Аяна. Содан кейін дәрігерге қаралып, ештеңе табылмай, ұйықтағанға бір дәрі беріпті. Бір апта бойы сол дәріні ғана ішіп, түрі жаман боп бара жатқан ол орнына кеп жатып ұйықтайды. Бірақ сықырлаған дауыстан оянып, аяқ жағына қараса, шкаф есігі ашық тұр екен. Ішіндегі киімдер қимылдап, жамылғысы тартылып, кереуетке біреу басып келе жатқандай оны қылқындыра бастайды. Шошып жатқанда құрбылары тосынсый деп кіріп келеді. Аянаны көрген олар тағы жаман түс көрдің ба? Жүр шығып қайтайық деп оның ойы сергісін деп туған күнін клубта атап өтеді. Достары құттықтап бәрі билей бастап көңілдерін көтереді. Сәлден кейін Аяна өзін нашар сезініп, кеудесі қысылғандай боп терлеп, ақыры әжетханада құсады. Өз-өзіне келу үшін сол жерде отырғанда біреу келесі кабинаға кіреді. Туфлиден еркек екенін түсініп, не істейді екен деп қарап отырады. Сонда аяқтар қызға қарай бұрылып, қабырғаны асатындай жоғарыға басады. Шошыған Аяна төбеге қарап қалады. Тез клубтан қашып үйіне қарай асығады. Лифтке кіріп 9-шы қабаттағы үйіне көтеріліп келеді. Сәлден соң лифттің жарығы сөніп, жылдам телефон фонарын жағып, батырмаларды бірінен соң бірін басып, үрейленіп кетеді. Жарық жанып, артынан әлгі жын көрінеді. Қыз әйтеуір баса беріп, есік ашылып, қашып шыққан Аянаны құлатып, аяғынан сүйрейді. Темірге жармасып, құтылуға тырмысып, босап үйіне жетеді. Сасқалақтап, әйтеуір есігін ашып кіріп, тез жауып қояды. Кірмейді деп ойлағанда арт жағында жын тұрады. Сөйтсе ол Азат екен. Аяна Азат дегенде оның мойнынан ұстап жоғары көтереді. Қылқынып босай алмай жатқанда құрбылары оралып, жын оны жібере салады. Сөйтсе Азат оның бұрынғы жігіті екен. Онымен музейде танысып, екеуі бір-бірін жақсы көріп, екі ғашықтар боп жүріпті. Аяна Азаттың үйленетін басқа қызы барын білмей, жай пайдаланып алдаған жігіт оны тастап кетіпті. Қиналып, іші өртеніп күйген Аяна бір бақсы балгер кемпірге барып, оның қиналғанын қалаймын деп дуалаттырмақшы болады. Әйел Азаттың суретіне дуалайтын рәсімдерін жасап, тауықты құрбандыққа шалып, қанын ағызады. Үстелдер жанындағы заттар дірілдеп кетеді. Кемпірдің көздері қарайып, Аянаға тауықтың қанын ішкізеді. Дуалап оқып берген затын мола жақтағы жерге көміп тастайды. Соны естіген имам өте жаман іске барыпсың. Қара дуа өлімге дейін апарады. Ол оқытылған адамға ғана емес, оқытқан адамға да тиеді. Сол үшін сен қиналып жатсың дейді Аянаға. Сөйтіп Азаттың үйіне қарай шығып, есігін қағып тұрғанда көршісі олар үйлерін сатып кеткендігін, Азаттың ауруханаға түсіп қалып, соған ақша төлеу үшін сатқан деп айтып береді. Ауруханаға келіп, туыстарымыз деп кірмекші болады. Оның ахуалы өте ауыр, көп отыруға болмайды деп палатаға кіргізеді. Оның ессіз жатқанын көрген Аяна жылап, мұншалықты болып кетерін білмедім деп кешірім сұрайды. Азаттың ішіндегі жын сендер ештеңе істей алмайсыңдар, оның тағдыры менің қолымда деп тіл қатып, оны қинай бастайды. Дәрігерлер жігітті тез реанимацияға әкетеді. Молда Аянаға жынның айтқандарына сенбе, олар өтірік сөйлейді, осында болыңдар, мен қазір келемін деп кетеді. Көлігін айдап, әлгі балгер кемпірдің үйіне жетіп, Алладан жәрдем сұрап, дұға жасап үйге кіреді. Менен жәрдем керек пе Сейіт деген балгерге, сіздерді тоқтатуға келдім. Ана жасаған нәрселеріңіз жәрдем емес, сиқыршылық. Сиқыршылық адамды діннен шығарады. Оқытылған дуалар барлығына зиянын тигізеді деп қарсы келмекші болады. Кемпір жынның күшімен оны итеріп жібереді. Мейірімді, рахымды болған Алланың атымен деп жатқанда, саған ешкім жәрдем бермейді деп артынан пайда болып, оны ұрып құлатады. Ерні қанаған Сейіт бисмилласын айтып, Құран аяттарын оқи бастайды. Кемпірдің жертөлеге кіргенін түсініп, ақырындап түседі. Қарайған көздерімен Сейітке тесіле қарап тұрады. Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам
Сейітті әр жаққа ұрып, оны жаймен әлсіретіп, қарсылық көрсетеді. Ал мына жақта дәрігерлер Азаттың өмірін құтқаруға тырысып, бар күштерін салып арпалысады. Сейіт есін жиып, жертөледен шығып, балгерді іздейді. Ішіндегі жын күшіне еніп, оны ұрып, аяғынан сүйреп, лақтырып жібереді. Кемпір жын шайтанына саған бас иемін деп, одан жәрдем сұраса, Сейіт бисмиллахир-рахманир-рахим деп Құран аяттарын оқи береді. Кемпірге әсері тиіп, өзін жаман сезіне бастап, пышақты алып сермейді. Бірақ аузынан қап-қара су құсып әлсірейді. Соның өзінде Сейітке пышақты сұғып алады. Берілмеген молда кемпірдің қолымен басынан ұстап сүресін оқиды. Кемпір қиналып құлап, дірілдеп жатып тынышталады. Содан кейін Азат өзіне кеп көзін ашады. Кемпірде жанталасып есін жиған ол, көздері бақырайып, ентігіп айналасына қарайды. Одан жынның шыққанын түсінеміз. Сейіт жарақаттан ауырсынып отырады. Қатесін түсінген балгер Құдайға жалынып кешірім сұрайды. Ауруханада екі жастар да бір-бірінен кешірім сұрап, аяна жымиып бақытты бол Азат деп шығады. Сол кезде анасы мен келіншегі жетіп келеді. Жақсарған Аяна Сейіт молдаға жәрдем бергені үшін өз алғысын айтып кетеді. Сол кезде бір жігіт жүгіріп кеп оған телефонды ұстатады. Сейіттің түрінің өзгергеніне қарағанда тағы бір жағдай орын алғанын түсінеміз. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.